Sayın dostlar, biz қазір pizza жасаймыз. Önce жылы su құямыз. Tuz salamız. Loş salamız. Kan salamız. Енді жақсылап араластырамыз. 5 минутқа қоямыз. Міне біздің ашытқымыз дайын болды. Дайын болған ашытқыға сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізген ұнымызға ашытқыны құйып араластырамыз. Қалған ашытқымызды құйып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Енді қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Міне пиццамыздың қамыры дайын, енді 10 минутқа көтерілуге қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды қолмен бастырамыз. Оқтаудың көмегімен қамырды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды противенге қойып бастырамыз. Қамырдың бетіне кетчуп пен майонезді қосып жағамыз. Пиццаның бетіне тұздалған қияр мен сосискиді қойып шығамын. Ірімшікті үккіштен өткізіп, бетіне сүйіп шығамыз. Пиццамызды духовкаға салып пісіреміз. 20-25 минутта 180 градуста. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ. Сіздер де жасауларыңызға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.